Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырыбымыз бейіндік оқытуды психологиялық педагогикалық қолдау. Жалпы психологиялық педагогикалық қолдау бұл бейіндік оқытуда өте маңызды болып есептеледі. Себебі оқушылардың болашақ мамандықтарын таңдауына мұның септігі өте көп тиеді. Біз яғни жан-жақты қолдау көрсету арқылы мұғалімдермен бірлесе отырып, ата-аналармен бірлесе отырып, осы мәселелерді және де психологтармен бірге осы мәселелерді қарастыруымыз керек. Бұл жерде қарастыратын сұрақтарымыз бейіндік оқытуға көшу үдерісін психологиялық педагогикалық қолдаудың негізгі бағыттары мен міндеттері, бейіндік оқытуды психологиялық педагогикалық қолдау негізі, бейіндеуді психологиялық педагогикалық қолдаудың диагностикалық әдістері мен олардың сипаттамасы, оқушылардың кәсіби қызығушылықтары мен бейімдерінің диагностикасы негізінде бейіндік топтарды жинақтаудың негізгі тәсілдері. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің білім беру мекемелеріне педагог-психолог мамандығын енгізу туралы нұсқаулықтары негізінде мектептерде әлеуметтік педагог, педагог-психолог мамандары қазіргі кезде жұмыс жасайды, өздеріңіз білесіздер. Бұл мамандардың алдында болашақ өркениетті дәстүрлі демократиялық мемлекетті құратын жас ұрпақтың ең әуелі имандылық, адамгершілік қасиеттерін, рухани байлығын, жан дүниесін, білім сапасын, тән сұлулығын арттыруда оқушылармен педагогикалық қызмет атқару міндеттері тұрады. Педагог-психолог мамандар қоғамдағы саяси экономикалық жағдайларда кездесетін келеңсіз үдерістермен күрес жүргізе алатын күрескер де бола білуі қажет. Мектеп педагог-психологы жалпы орта және кәсіптік білім беретін мектептердің жұмыстарын көрсететін құжаттар мен материалдарды, педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы туралы арнайы әдебиеттерді, қазіргі психодиагностиканың және психологиялық түзетудің әдістерін пайдаланып, зерттеу материалдарын талдауды, педагогиканың, дидактиканың, сабақ беру әдістемесінің, дефектологияның негіздерін білуге, мектептің психологиялық қызметі құжаттарының толтырылу тәртібін, мектеп құжаттары мен нормативті құжаттарды білуге тиісті. Демек, олардың жеке басының әділдік, тапқырлық, қамқорлық, шыдамдылық, адамшылдық, кең пейілді қасиеттері басым болу қажет. Мектептегі білім берудің нақты жағдайына сай педагогикалық психологиялық білімді қолдану түрлері мен әдістерін дамыту, білімдегі педагогикалық психологиялық қызметтің аймақтық жүйесіндегі жұмыстарына тікелей қатысты және психологиялық түзетулерді қамтиды. Мектептегі педагог-психолог маманның қызметтік міндеттері, осыған тоқталатын болсақ, бірінші, жалпы білім беретін мектептерде оқушыларға жеке топтық көмек беру үшін педагогикалық психологиялық зерттеулерді жүзеге асыру, психология ғылымының жетістіктерін негізге ала отырып, мектеп оқушыларының әркелкі жас кезеңінде жан-жақты тұлғалық, жеке даралық дамуын қамтуға ықпал етеді. Мектеп әкімшілігі мұғалімдері оқушылар мен ата-аналардың сұраныстары бойынша психологиялық сақтандыру, диагностикалық, түзеу және кеңес беру жұмыстарын жүргізу, оқушылардың жеке даралық, тұлғалық, эмоциялық, ерік жігерін, қызығушылықтары мен қабілеттерін зерттейді. Оқушылардың оқуға деген педагогикалық психологиялық дайындығының жеткіліксіздігін анықтауды мақсат ете отырып, бірінші сыныпқа бала қабылдауға қатысады. Педагогикалық кеңестің әдістемелік бірлестіктердің сынып сағаттарына, ата-аналар жиналыстарына, жеке пән сабақтарына қатысып, оқушыларды зерттеп, жеке ерекшеліктерін анықтап, педагогикалық психологиялық көмек көрсету негізінде педагогикалық консилиумдар мен педагогикалық кеңестерге қажетті ақпараттар дайындайды. Мектептегі арнайы қызмет бөлмесін құру және қажетті құжаттарды сақтауды, оларды дұрыс пайдалануды қамтамасыз етуді жауапкершілігіне алады. Мектептегі психологиялық педагогикалық жұмыстарының нәтижесі мен есебінің ғылыми әдістемелік орталықтар тағайындаған талаптарына сай болуын жүзеге асырады. Жеке оқушыларға әрбір сыныпқа портфолио дайындайды және де 12 жылдық мектеп оқушыларының болашақ мамандықтарын дұрыс таңдаулары үшін түрлі педагогикалық психологиялық диагностикалар арқылы баланың бейінді дұрыс таңдауына көмек көрсету. Мінекей бізге ең маңыздысы осы мәселе болып табылады. Яғни бейіндік оқытуды жүзеге асырған кезде педагог-психологтардың қандай көмектері тиеді, болашақ мамандықтарын оқушылардың таңдауына олар қалай әсер ете алады. Мінекей осы мәселе бізге ең өзекті болып табылады. Бүгінгі мектеп педагог-психологтар мен әлеуметтік педагогтардың алдында үлкен күрделі міндеттер тұр. Оны шешу үшін кәсіби білім мен іскерлікті меңгеру керек. Отандық ғалым Жақыпов өзінің ғылыми еңбегінде оқу үдерісінің педагогикалық психологиялық модельдеудің қызметтік деңгейінің бірінші сатысы
оқытушы мен оқушылардың ішкі жүйелік қарым-қатынасы ретінде білімнің мазмұндық жанамалығы, оқытудың әдіс құралдары көрсетілген. Оқу үдерісі жүйесінің құрылымдық бағдарын анықтай отырып, бөлімнің объективті және субъективті мазмұндылығын айыру қажеттілігі туындайды дейді. Яғни оқу үдерісінде оқытушы мен оқушының қарым-қатынасы маңызды рөл атқарады. Педагог-психологтар қарым-қатынасқа негізделген жалпы келесідей әлеуметтік психологиялық бағыттардағы жұмыстарды қамтуы қажет. Ол психодиагностика, тұлға туралы жан-жақты ақпарат жинау, психопрофилактика, яғни дезадаптация, белгілі бір жағдайға бейімделудің алдын алу немесе жағымды психологиялық жұмыс басшылық деңгейін төмендету мен оның алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру, психокоррекция, баланың психикасына мақсатты түрде әсер ету, оның негізгі деңгейге әрі жас ерекшеліктеріне сәйкес теңестірушілік жұмыстарды жүзеге асыру, психологиялық кеңестер мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға қажетті психологиялық ақпарат бере отырып, өмірінде кездесетін қайшылықтарды, өтпелі кезеңдерді жеңуге әрі сапалы нәтижеге жетуіне ықпал етеді. Психотерапия адамның психикалық ауытқушылығы болмаған жағдайда тұлғаның сапалық тұрғыға өзгеруіне байланысты мәселелерді жүзеге асыруға бағытталады. Оқушылардың 12 жылдық мектеп бейінін таңдауы бейіндік мектепті құрудың негізі болып табылады. Болашақ мамандығын таңдау, кәсіптік өзін-өзі анықтауы, бүкіл өмірін мағынасын қамтитын тұлғаның өзін-өзі анықтауы сияқты кең міндеттермен тығыз байланысты. Психологиялық педагогикалық жоспарда өзін-өзі анықтаған тұлға, ол өзінің не қалайтынын, мақсаты, өмірлік жоспары, идеалдары, өзінің кім екенін, өзінің жеке тұлғалық және физикалық қасиеттерін, өзінің не істей алатынын, өз мүмкіндіктері мен қызығушылығын және қоғам одан не күтетінін, не қалайтынын білетін субъект болып табылады. Бұл міндеттерді шешу, танымдық үдерістерді, мотивациялық саланы және дамуды қосқанда психикалық даму үдерісінде көрінеді. Психологиялық және педагогикалық зерттеулерде 13-14 жасқа дейін кәсіби ниет пен пәнге деген қызығу арасында ешқандай байланыс байқалмайтындығын, ал 14 жастан бастап бейіндік таңдау нақты оқу пәніне тікелей және нақты, мысалға физика зерделеуге қызығатын оқушы физик болғысы келеді, немесе жалпы сипаты бойынша, яғни оқушы техника саласында қызмет істегісі келуі мүмкін. Мінекей сол кезде осы педагог, психологтарымыздың да неше түрлі тесттерін қолдана отырып, осы студенттер, оқушылардың болашақ мамандықтарын таңдауына біз әсер ете алады екенбіз. Жоғарғы сынып оқушыларының бейіндік қабілетін анықтауда және кәсіби өзін табу бағдарына көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде ең маңыздылары мамандық және оның қажеттілігі туралы білу, бейімділіктері, қызығушылығы, еңбек түрткісі, ынтасы, қабілеттері, денсаулығы, ішкі мүмкіндіктермен шектеулі, ықылас деңгейімен өзін-өзі бағалауы, ата-ананың отбасының көзқарасы, мұғалімдер мен мамандардың көзқарасы, жеке кәсіби жоспар, адамның кәсіби салада неге және қалай қол жету керектігі жөніндегі пайымдар жүйесі. Оқушылардың бейіндік қабілетін анықтауда психологиялық педагогикалық зерттеу жұмыстарын жүргізудегі басым мақсат болған нәрсе, бұл тұтас педагогикалық үдерісті психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету, мектептегі оқушылардың жеке басқылық, психологиялық, әлеуметтік дамуына жағдай жасауын негіздеу, оқушылардың таным белсенділіктері мен психологиялық процестерінің даму динамикасының өсуіне жағдай жасауға ықпал ету, оқушылардың бейіндік ерекшеліктерін анықтау мен оның дамуына жағдай жасау болып табылады. Психологиялық тұрғыдан алғанда оқушылардың бейіндік қабілетін анықтап, соның негізінде бейіндік сыныптарда оқыту келесідей көрсеткіштерге қол жеткізуде мүмкіндік береді. Біріншіден, сыныптағы оқушылардың барлығы бірдей тереңдетілген пәндерді бұрын оқуға міндетті болса, енді белгілі блоктық жүйенің бірін таңдап, бала қалауымен оқуға мүмкіндік алады. Екіншісі, бейіндік пәндерді таңдау бойынша қабілеті есепке алына оқытылғандықтардан мұндағы оқу үдерісі де тиімді, үйлесімді, сапалы болып шығады. Үшіншіден, тек жақсы оқитын оқушылар ғана емес, оқу қабілеті орта оқушыларда өз мүмкіндігіне қарай белгілі бір мамандықтың біріне бейімделе оқытылады. Қазіргі жағдайда білім мазмұнындағы бейіндік саралауды ұйымдастыру тәсілдері, оның мүмкіндіктері мен міндеттері туралы түсініктерінің біртұтастық сипаты жоқ. Бейіндік оқытуда оқушыларды тестілеу,
қабылдауға арналған бақылау жұмыстары әңгіме жүргізу барысында анықталады. Жоғары сынып оқушыларының бейіндік қабілетін анықтау, олардың кәсіпке қызығуы мен білімге қажеттіліктерін анықтайтын психологиялық педагогикалық әдіс тәсілдер нәтижесі оқушының білімін жалғастыруын және тереңдеуін, сондай-ақ бейіндік оқыту бағытын анықтайды әрі кәсіп алды дамуын қамтамасыз етеді. Осы тұжырымдарға және идеяларға зерттеушінің жеке тәжірибесіне, мұғалімдер тәжірибесіне сүйене отырып, тұлғалық бағдарлы білім беру негізінде оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастырудың, топтық оқыту, диалогтық қарым-қатынастар, құзыреттіліктерге бағытталған тапсырмалар шарттары белгіленеді. Осылайша тұлғалық бағдарлы білім беруді, құзыреттіліктерді қалыптастырудың негізі ретінде жоғары сынып оқушыларының бейіндік қабілетін дер кезінде анықтау, шыңдау мен дамытуда психологиялық педагогикалық әдіс тәсілдерді дұрыс бағытта қолдана білу кәсіби анықталудың негізі болып табылады. Бейіндік оқытудың негізгі жүйе құраушы мақсаты болып, оқушының әлеуметтік, оның ішінде кәсіби өзіндік анықталуы болып табылады. Бұл мақсат бейіндік оқыту мәнін анықтауға көмектеседі. Ол төмендегілерден тұрады. Бейіндік мектептің негізгі жұмыс қорытындысы, жоғары сынып оқушысының тұлғалық дамудың нұсқаларын өз бетімен құрастыру дағдыларына ие болу, таңдаудың негізінде оқушының өзінің қабілеттері мен қажеттіліктерін сәйкестендіре алуы жатады. Бұл нұсқалардың саны оқушы даралығының жан-жақтылығын ашу үшін жеткілікті болуы шарт. Оқушы таңдаған тұлғалық дамудың нұсқасы тек оның өзі үшін ғана емес, сонымен бірге қоғам үшін де маңызды болуы керек. Таңдаған іс-әрекет сферасындағы іскерліктер мен дағдылар, жетістіктер оқушының жетістік бумасын құрайды. Сол себепті бұл бағыттағы зерттеу жұмысына педагогикалық бағыттағы университет, институт ғалымдары атсалысу керек демекшіміз. Және де солардың күшімен бейімді бағдарлы оқытудың педагогикалық, психологиялық және әдістемелік жақтары жайлы студенттерге арнаулы курс оқылуы керек. Тіпті бағдаралды дайындықпен айналысатын педагог мамандар экономика, социология, педагогика, психология мәселелерінен мол хабары бар, дайындалу жағдайында қолға алатын уақыт келді десек артық айтқандық емес.